Тынық мұхиттың үлкендігі таңғажайып. Егер сіз Чилидің солтүстік жағалауынан бастап жерді тікелей қазып өтетін болсаңыз, Қытайдың оңтүстігінен шыққан кезіңізде де әлі тынық мұхитта боласыз. Тынық мұхиты жер бетінің 1/3-ін қамтиды. Кішкентай аралдарды қоспағанда, жер бетіндегі құрлықтар тынық мұхитына сыйып кетеді. Аталған кішкентай аралдарда көбіне ешкім тұрмайды. Құдай сақтасын, егер мұхитта жоғалып кететін болсаңыз, сізді ешкім таба алмау ықтималдығы жоғары. Бұл жағдай Хосе Салвадор Альваренганың мұхиттан тірі оралу оқиғасын одан әрі қызықты қыла түспек. Ол қазіргі уақытта жазатайым оқиға салдарынан жоғалып, мұхитта ең көп уақыт өткізген адам ретінде әлемдік рекорд ұстап тұр. Шамасы жақын арада оның рекордын ешкім бұзғысы келмейтін болу керек. Еш нәрсеге қарамастан, қандай жағдай болмасын, ол 438 күн мұхитта жоғалып кейін тірі қалды. Бірақ ол қалай тірі қалды деген сұрақ туады. Бұл сұрақтың жауабы Альваренганың 2012 жылғы қайғылы саяхатында жатыр. Альваренга тәжірибелі балықшы. Қарашаның 17 күні Альваренга және Эзекиэл Кардоба есімді жігіт өздерінің кішкене қайықтарымен Мексика тынық мұхит жағалауындағы кішігірім балықшылар ауылы Коста Азулден балық аулауға қосылып кетеді. Олар тек қана 30 сағат балық аулауды жоспарлаған болатын. Себебі олардың қайықтары кішкентай және алдағы келетін қорқынышты дауыл үшін жарақталмаған болатын. Қайықтарында ни төбе, ни кабина болмады. Ұзындығы бар болғаны 7 метр болды. Қайықта кішкене мотормен ауланған балықтарды сақтау үшін салқындатқыш болды. Олар дауылдың келе жатырғанын білген болатын, бірақ Мексиканың осы өңіріндегі балықшылардың бір күнде отбасын бір жеті асырайтындай ақша табатыны себепті, олар өздері мүмкіндіктерін құр жібергісі келмей, жағажайдан 120 километрге алыстап кетеді. Түнгі сағат 1-лерде оларды дауыл соғып, қайықтары суға кетуге сәл қалады. Дүрбелеңде екеуі балық аулау құралдарын, аулаған балықтарын және басқа да қажет құралдарын қайықты бұруға ыңғайлату үшін лақтырып жібереді. Олар жағалаудан 6 сағаттық жерде болатын. Сөйтіп олар түн ішінде дауылға қарамастан жағалауға жету үшін әрекет жасайды. Таңғы сағат 7-лерде олар мен жағалаудың арасында 24 километр болды. Көкжиектегі таулар көрініп тұрған болатын. Аяқ асты қайықтың моторы істен шығып, желкен мен ескек болмауы себепті, қайықты әдеттен тыс қатты жел мұхитқа қарай ығыстыра бастайды. Олардың бақытына орай қайықтағы радио жұмыс жасап тұрған болатын. Мүмкіндікті пайдаланып олар басшыларына тұрған жерлерін хабарлайды. Басшысы оларға артынан баратындығын айтқан сәттен кейін радио қуаты бітіп қалады. Артта қалған елмен байланысатын радиолардың қуат көзі отырып қалған кездегі түнілуді көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Жақын қалған көкжиектегі таулар көз алдарынан бірте-бірте жоғала бастайды. Осылайша олар үлкен құрдымға қарай ығыстырыла берді. Оларды табу үшін басшылар іздеу топтарын құрды. Бірнеше күндерге созылған іздестірулер жоғалғандардың қайықтары мұхит алабына енген сайын қиын бола бастап, ақыр аяғында іздеу салушылар іздеу жұмыстарын тоқтатады. 5 күн ішінде жел оларды жағалаудан 450 километр қашықтыққа ығыстырып тастаған болатын. Олардың қайықтары кішкентай болуы себепті, олар өздерінің ешқашан әуеден көзге түспейтіндіктерін білді. Олар қолдарын бұлғап көмекке шақырғаннан басқа белгі бергіш тапанша немесе басқаша белгі беретін құралдар болмады. Осы себепті олар өздерінің тірі қалуға деген мүмкіндіктерінің шамалы екенін білді. Олардың қайықтарында азық-түлік қалмауы салдарынан кішкене балықтар мен қайыққа қонған құстарды жалаң қолдарымен аулап жей бастайды. Жандарынан өтіп бара жатқан пластикалық бөтелкелерді ұстап, шөлдерін басу үшін жаңбыр суларын жинауға пайдаланады. Бірақ көпке созылған жауынсыз кезеңдерде жалаң қолдармен ұстап алған тасбақалардың қаны мен өз зәрлерін ішуге тура келді. Ойлап қараңыз, бүгін, ертең, ай бойы кішкене қайықта сөйлесетін қасында бір адам, көңіл көтерудің екі жолы ұйқы мен балық аулау. Осындай жағдайда біреудің жынданып кетуін түсінуге болады. Және бұл жағдай Альваренганың оқиғасындағы оның досы, қасындағы жігіт Кардобаның басына түседі. 4 ай толғанда аталған жағдайға шыдамай құтқарылуға деген үмітін үзіп, өмірін өз қолымен үзуге барады. Кардоба ішіп жатқан шикі тамағынан мезі болып бас тартады. Ақыр аяғы аштықтың кесірінен көз жұмады.
Содан соң Алваренга айнала көкжиектің бәрі суға толған үлкен мұхитта жападан жалғыз қалады. Алып мұхиттағы кішкене дақ. Кемелер жолының картасынан көріп отырғаныңыздай, оның болған жері орталық тынық мұхит, әлемдегі өте тыныш мекен. Кемелер бұл жерде сирек кездеседі. Дегенмен Алваренга оның қасынан жүк кемесінің өткенін айтады. Кемедегі 4 адам Алваренганы көргенімен тоқтамай, жай ғана қасынан өтіп кетіп, ешқашан құтқаруға оралмады. Ойлап қараңыз. 4 ай мұхитта болдыңыз. Сөйтіп бір күні қасыңыздан өтіп бара жатқан кемені көріп көмекке шақырасыз. Ал кеме болса сізге мән бермей қасыңыздан өте шықты. Қандай жағдайда болар едіңіз? 11 ай толды. Алваренга кішкентай қайығымен бұл уақытта шамамен 8000 километрді жүріп тастаған болатын. Оның киімдері жыртылып, күннен қорғануға тек қана жеңіл жейдесі ғана қалды. Ақыр аяғында 2014 жылы қаңтар айының 30 күні Кокос шаңғақтарының оның қайығының айналасынан өтіп бара жатқанын көрді. Сол сәтте құстар да оның айналасына қона бастады. Алваренга жердің жақын қалғанын білді. Шамалы жүзгеннен кейін оның көзі адам жоқ сияқты көрінген аралды шалды. Көрінген арал жағалауына жету үшін жарты күн керек болды. Ақыры ол 1 жылдан көп уақыттан кейін қауіпсіздігі саналған қайықты тастап жағаға жүзіп барды. Ол үйді көріп есігін қағып, Мексикадағы ауылын тастап кеткеннен кейін 438 күн және 11 мыңға жуық километрді жүріп өткеннен кейінгі алғаш рет адаммен байланыс жасады. Бұл қашықтықтың қаншалықты ұзақ екендігін білу үшін мынаны мысалға алыңыз. Сіз Португалия қаласы Лиссабоннан кішкене қайықпен жүзіп, сағатына 1 километр 600 метрді ұстап отырып, барлық жерлерді басып өтіп, Жапон еліндегі Хиросима қаласына жеткендей қашықтық. Алваренга жер бетіндегі ең алыс мекендердің бірі Маршалл аралдарының оңтүстігі Атолл Ибонға келіп тоқтаған. Алваренга бұл жерге тоқтамағанда келесі аялдамасы Филиппинге тоқтауы мүмкін еді. Ол үшін тағы да 5000 километрді жүріп өту керек. Оның осы жерге жету үшін 438 күн кеткен болса, Филиппинге жету үшін тағы да 240 күн керек болатын еді. Бірақ оның бақытына орай, ол үлкен мұхит ортасындағы өте кішкене аралға кездесті. Сөйтіп ол аман қалды. Кейін ол ұшақпен үйі Эль-Салвадорға ұшып барды. Артынан кітап жазды. Ұшып барған жерінде қасында болған жігіт Кордобаның отбасы Алваренганы Кордованы өлтіріп, етін жеп қойды деген айып тағып жауапқа тартты. Бұдан шығатын қорытынды: егер сен мұхитта жылдан астам уақыт қаңғып жоғалсаң да, өзің жасаған немесе жасамаған ісің үшін жауапқа тартылуың мүмкін.